Құрметті студенттер, құрметті әріптестер, біздің мынау кітапхананың жақты, лайықты мынандай залында қонағымыз Қазақстан ұлттық ғылым академиясының академигі, филология ғылымының докторы, профессор Дихан Қамзабекұлы келіп отыр. Дихан Қамзабекұлы белгілі әдебиеттанушы, алаштанушы. Негізінен Дихан Қамзабекұлы өзінің қызметін ғылыми зерттеу институтынан бастаған, одан кейін жоғары мектепте, мен айта кетер едім, 1996 жылда Гүлдүү атындағы Евразия қазіргі ұлттық университетте құрылған кезде Дихан Қамзабекұлы Амангелді Құсайынов ректор болып тұрған кезде сол кісінің шақыруымен, сол өзінің жастығына қарамастан сол кезде қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі болды. Қазіргі міне ұлттық университеттегі қазақ әдебиеті кафедрасы, оның жанындағы үлкен диссертациялық кеңес, сол кезде оның іргесін қалап, оны ары қарай дамытуға үлкен үлес қосқан Дихан Қамзабекұлы болатын. Дихан Қамзабекұлы сонымен бірге тек қана алаштанушы, ғалым, жоғары мектептің ұлағат ұстаздығы емес, соның бірге журналистика саласында үлкен қызмет еткен адам. Қазақ газеттерінде, Ресей ана тілі газетінде өзінің қызметін бастаған адам. Қазіргі күні соның бір заңды жалғасы ретінде қазақ газеттері деген бірлестік бар. Сол қазақ газеттері бірлестігінің құрамында Қазақстанның басты газеттерінің бірі Казахстанская правда бар. Осы бірлестіктің бас директоры. Көрдіңіздер ме? Үлкен ұлағатты осындай лауазымды тұлға. Дихан Қамзабекұлы біздің институтқа бөтен емес. Кезінде осы жерде сабақ беріп жүрді, осы қазақ әдебиеті білім бағдарламасы бойынша. Аттестаттық комиссияның төрағасы болды бірінші жылдар бойы. Сондықтан бүгін өзінің сабақ берген, өзінің білетін ұжымына келіп отыр. Дихан Қамзабекұлының бүгінгі лекция сөздеріңіз неде көрдіңіздер, мына жерде жазылып тұр. Алаш газеттерінің, жастарының жас азамат газетінің ұжымы. Осы мынау биылғы жылы 125 жылға толып жатқан Смағұл Садуақасұлының осындай мерейтойлы жасының аясында болып отыр. Смағұл Садуақасұл деген тарихшылар жақсы біледі, әдебиетшілер де. Ол кісінің бүкіл творчествосын, бүкіл өмір жолын зерттеген, бірінші зерттеген адам Дихан Қамзабекұлы. Одан кейін оның осында күлін алып беріп, мұны жерлеп, осы үлкен осындай тұлғаның қазаққа, елге танымал болдың үлкен еңбек сіңірген адам Дихан Қамзабекұлы. Алдыға өзіңізге сұрақ сөз. Рахмет. Құрметті әріптестер, құрметті шәкірттер, шынында да бүгінгі осы дәріс кездесу мен үшін де маңызды. Евразия гуманитарлық институты мен Евразия ұлттық университеті бір шаңырақтың астында бірге қалыптасып келе жатқан оқу орындары. Оның үстіне Амангелді Құсайынұлының менің өмірімдегі, жалпы Астананың ғылым біліміндегі орнын ерекше, оны әрқашан айтып жүреміз. Өзі Астана, ол кезде Алматыдан Астанаға көшіп келу деген сөз, әлі Астана болмаған кез ғой, болатын болмайтын әлі анық айқындалмаған кезең. Біз белгілі бір кезеңде жаңағы әр нәрсенің өзінің себеп бар. Сол себеппен бірінші себеп әрине қоныс ауыстыру, Алматыда үйлі болу деген өте қиын. Оның жақын болашақта, жақын бір 30-20 жылда ондай жағдайды көрмедік. Содан Амангелді Құсайынұлымен солай әлеуметтік мәселені шешіп беретін болғаннан кейін себебі отбасылы болдық. Соны тәуекел деп шықтық. Оның соңы бәрі жақсы болды. Әбекең сөзде тұратын азамат, сөзінде тұрды, жігерлендірді. Мен ғана емес, жүзден аса азаматтар солай алып келді. Бәрін жігерлендік. Бұл өте жақсы нәрсе, мотивация дейді ғой бүгінгі заманда. Ал енді тақырыпқа келейік. Мынау өзі жас азамат, Алаштың кезеңі, 20-шы жылдардағы кезең, Алаш автономиясы, республика деген сөзді біз соңғы жылдар көп айтып қалдық. Осы әділетті Қазақстан осы екінші президентіміз келіп құрып жатқан кезде өзі
республика деген ұғым қайтып жаңғырды. Яғни республика деген ұғым бір мемлекеттік деген ұғымның жаңғырығы сол заманда 20 ғасырдың басында. 20 ғасырдың басында автономия деген сөздің өзі де мемлекет деген ұғымды береді. Біз бұған байланысты көп былай ғалымдардың арасында, соның ішінде тарихшылардың, қадекеңдердің әріптестері, заңгерлердің арасында біраз пікірталас бар. Ғылым болғаннан кейін, бұндай даму болғаннан кейін пікірталас болады. Сол аралықта қараған кезде біз енді қазақ хандығын бөліп айтамыз, үлкен бір кезеңіміз. Енді жаңа еуропалық бағыттағы жаңғыру кезең қалай жүрді бізде? Ресейдің өзі жаңғырғысы келді. Өз тарихтан білесіздер, Ресей үлкен алып империя. Сол біз алып империяның ішінде 20 миллиондық мұсылман түрік халықтардың ішінде біздің санымыз ең көп болатын. 6 миллион едік. Ахмет Байтұрсынның әлхамдулилла 6 миллион қазақпыз дегені, ол сол заманның көзімен қарағанда, ол бүгінгі кездегі бір шамамен бір кемінде 35-40 миллионның кем емес. Қазір есептесек, қазір біздің 6 миллиондық сол кездегі санымыз бүгінгі заманда қандай болу керек деген кезде біз сондай ұғым айта аламыз. Яғни бүгінгі бір 35-40 миллиондық сан, қазір 35-40 миллион қазіргі кезде осы 50 миллион шамасында жетіп қалған Украина қазір білесіздер, қазір 30 миллионға жетпестей. Әлемде біз енді 20 миллионға жеттік. Бұл халықтың саны деген көп нәрсені шешеді. Мысалы айтайық, Ақмола қаласы ғасырдың басында саны бір 10 мыңға жетпейді, халықтың саны. Есептеңіздер. Содан кейін барып, қазір біз Ресейді айтамыз, Ресей 145 миллион дейміз, бірақ шын факты одан сәл басқа. Бұл халықтың саны белгілі деңгейде саяси оқиғаларға, соның деңгейінде көп нәрсені шешеді. Ал бізден кейінгі екінші тұрған татар этносы еді. Татар этносының саны 4 миллион еді. Татар этносы бізге сенді, себебі ол басым салмақ, басым халықтың саны кез келген нәрсені шешуге ыңғайлы. Сондықтан татар зиялылары, буржуя дейміз, буржуазиясы бізге қаржылық көмек көрсетіп, біздің алғашқы газеттеріміздің, журналдарымыздың шыққан кезде солар көмектесті. Яғни мынау олар Ресей империя, мысалы кеше біз Кеңестер одағының, мына ағаларыңыз бәрі Кеңестер одағының ішінде болғанбыз, ел қалай жаңғырады біз түсінген жоқпыз. Біз тіпті кеңес өкіметі құлайды деген нәрсеге сенген жоқпыз. Арасында әрине сенген бірнеше адамдар болуы мүмкін, теоретически мүмкін кез келген империя құлайды намынау. Ал оның құжаттарында, бағытында империя деген сөз жоқ болатын. Біз дамимыз, бірге көп ұлттар, федерация деген сияқты сөздер болатын. Сол сияқты 20 ғасырдың басында да Ресей империясының деңгейінде қараған кезде осындай ізденістер жүріп жатты. Қалай жаңғырамыз? Қалай енді төтеннен түрлі жағдайлармен оның да бір себептері болуы мүмкін. Қазір әлемде түрлі оқиғалар жүріп жатыр ғой. Сіздер көздеріңіз ашық. Әлемде қазір билік басында түрлі күрделі адамдар келді. Көп елде күрделі адамдар. Ол қалай келді? Ол да бір уақыттың, ол тарихтың да өзінің ырғағы болады, ритм болады. Тарихта бүгінгі газет, бүгін кеше не болды? Кеше мысалы ассамблея болды, біз соны жаздық. Айнасымыз болып жатқан нәрсе. Тарихта көптеген факторлардың бір нәтижесі шығады. Ол көрінетін, көрінбейтін нәрселер бар. Сол секілді мынау 20 ғасырдың басындағы үлкен күрделі құбылыстың өзі сол Ресей империясының құлағаны еді. Біз патша үкіметінің құлады деп айтамыз. Николайдың құлағаны, Николайдың өзінің биліктен бас тартқаны. Ол сол аралықта біздің зиялылар жазып жатты, Смағұлдың замандастары жазып жатты. Қалай боламыз енді? Біз кімнен үлгі алуымыз керек? Онда Қошқа Кемеңгерұлы дейтін қайраткер бар, осы кісінің замандасы. Тура осы Жас Азамат деген газеттің бас редактор болған. Сол мақала жазды. Бүлінгеннен бүлдіргі алма деп. Бүлдіргі деген қамшының қолға ұстайтын жері. Жай ғана мына не, ол бүлдіргісіз, кейбіреулер қамшыны онсыз да қонышына салады да жүре береді. Бүлдіргі деген мынандай қолға ілетін жағы. Сол бүлінген адамнан бүлдіргенді алма дейді. Ол Ресей империясын айтып отыр. Олар бүлінді, өздерінің қай бағытта, қайда жүретінін білмейді. Іште пәленбай топқа бөлініп кетті, генералдар мына жақта, ол тарих күрделі енді. Сондықтан біз одан үлгі алатындай ел емеспіз. Біз өз жолымызбен дамиық, өз жолымызбен жүрейік, және сене де бермейік. Әртүрлі ұйымдар шығып, түрлі әлеуметтік уәделер беріп жатыр.
Бұлайтеміз, сөйтеміз, сендерге былай жасаймыз деп. Соған бәріне сенуге болмайды деген секілді. Міне сол кезеңде біздің зиялылар ізденді. Қалай істейміз, не істейміз? Оны тарихтан тағы да белгілі, көптен бері насихатталып жүр. Жаңағы біріншісі, біз қалай ол кезде Қазақстанның, бүгінгі Қазақстанның біраз бөлігі Түркістанның ішінде. Біз кейінгі Түркістан автономиясы деп айтамыз, ол кездегі Түркістан генерал-губернаторлығы дейміз, соның ішінде Сырдария, Жетісу облыстары. Ал енді Қазақстанның бөлігі мына жақтамыз, біз дала генерал-губернаторлығы ішінде болғанбыз. Енді қалаған кезде бірінші ой, біздің зиялыларымыз халық бөлініп кетпеу керек, бір тұтас болсақ. Елдің бәрі тілде, тарихымызда, мәдениетімізде бір қолай әр жаққа кетіп қалуға болмайды. Бұл өте күрделі нәрсе. Жаңағы халықтың санын нені шешетінін айтып отырмын ғой, демография деген. Сол кезеңде қалай істейміз, не істейміз деп жүрген кезде тәуекел, күнде тірліктер өзгеріп жатыр. Не істейміз? Тіпті анау соңғы кезде хат шықты, біздің біраз азаматтар анау Владивостокта сол кездегі біраз елдердің елшілігі дейміз, консулдығыма қалып қойған екен. Солар арқылы шығып, Жапонияға шығып жатыр. Жапониядан қару-жарақ, дәрі-дәрмек сұрап жатыр. Біз Алаш автономиясы боламыз, бізге қару-жарақ беріңіздер. Бүйтіп, оны Жапонияның өкіметі қарапты ол мәселені. Қараған кезде өсіп кеткен ел, қараған кезде айтты, біз енді тура бізге келіп бір Жапонның бір адамы келсе, осында бір көмек сұраса, біз не дейміз? Танымаймыз ғой. Айдаладағы ел не болып жатқан. Сонда олардың ойлаған кезде былай дейді, біз қазірше қару-жарақ қай түрлі топтар бар, саяси ұйымдар бар, біз әлі қару-жарақ бере қоймайық, бірінші дәрі-дәрмегін берейік деп сонда шешім шығарған екен. Міне осы кезеңдегі сияқты күрделі оқиғалар жүріп жатқан кезде бұлай біреулер жаңағы орталық Азияда түрлі қозғалыстар жүріп жатыр. Біздің азаматтарымыз енді не істейміз деген кезде бірінші мынау большевизмнен азат Ташкентте Түркістан автономиясын құрайық. Соның ішінде бірінші күресейік. Кейіннен бар мына территорияның басқа жағдай мәселені шешеміз деп. Сондан жаңағы бұл Ташкентте жариялану керек еді. Түркістан мұхтарият дейміз, Түркістан автономиясы 17 жылы қарашада деген ноябрь айы, сол кезде олар большевиктер Ташкентті басып алғаннан кейін Қоқанға барып жариялады. Ал сол автономияның өкіметінің басшысы қазақ Мұхамеджан Тынышпайұлы, сыртқы істер министрі Мұстафа Шоқай, түрлі ұлттың өкілдері кірген. Бұлар неге асығып жатыр? Жаңа айтып отырмын ғой, саяси нәрседе ол бір уақытта жіберуге болмайды. Қалай да болса біз бір құрылым болу керек, мемлекеттік құрылым болу керек. Учредительный собранияға біз үлкен мемлекеттік құрылымның атынан баруымыз керек. Сөйтіп жүрген кезде біздің енді әр зиялыларымыздың үлкендігі, кімнің өз жолы бар? Әлихан Бөкейханның өз жолы бар. Мұстафа Шоқайдың өз жолы бар. Неге Мұстафа сондай түркшіл, Әлихан аса түркшіл емес, оны да түсінуге болады. Мен әрқашан айтамын, егер Мұстафа Шоқай Әлихан тұрған жерде тұрып, Әлихан жүрген жолдармен жүріп, Әлиханның мектебінен өтсе, тура Әлихан сияқты болады. Әлихан тура Мұстафаның мектебінен өтіп, Мұстафа көрген жағдайларды көрсе, ол да түркшіл болар еді. Міне, бір дамуды әртүрлі көру. Бұл ешқандай қиын емес. Сіздер мына жерде біраздарыңыз педагог шығарсыздар, бір азаматтар өзінің ойын айтса, бұрында мен де пединститут бітіргенмін. Бір апайларымыз болатын. Тек менің айтқанымды айт деп. Ондай болмайды. Бір мәселені әр тұрғыдан көруге болады. Бұлай да көруге болады, бұлай да көруге болады. Мүмкін басқаша болар еді деп. Содан біздің 27-олар 27 қарашада біздікі Алаш автономиясы жаңағы 13 желтоқсанда жария етілді. Жария етілген кезде автономия туралы бір мәселелер ашық қалып қойды. Содан кейін барып жаңағы Түркістанға өкіл жіберді. Бір жақ бастап. Келістіріңіз деп, мына территория біз үшін маңызды. Сондықтан Алаш автономиясы Түркістан бізге қосылғанша қазір ол мәселе ашық деп қалып қойды. Енді қазір тарихшылардың арасында Алаш автономиясы жарияланды ма, жарияланбады деп әркімге үшін жүр. Біз айтамыз, қалай? Сонда Алаш үкіметі бар, правительствосы бар. Сонда ол кімнің правительствосы? Егер мемлекет автономия болмаса, ол тек қана формальды ғана қалып қойды. Ал енді екінші осы вақытқа осындаған әлемдік мемлекет дамуы қалай жауап береді екен? Әлемдік біз осы жерде заңгерлермен дақылдастық. Заңгерлермен қадеке заң институтының соңғы директорлерінің біреу болды, кейін сенатор болды.
заңгер. Үйдегі біздің Қазақстанның Өзіміздің. Кейін сенатор ма депутат болды. Аты есіме шығып тұр ғой. Осында Астанаға келді. Біздің әрекеттермен араласты деген секілді. Қазір есіме түсіп көр. Бұл кісі заң институтының соңғы директорларының бірі. Сол кісі әлемдік заңды білетін адам. Сол әлемдік заң бойынша мынандай. Мысалы айтайық, қазақ хандығы құрылды. Қазір қазақ хандығын, мен енді тарих шәріптертерімде ренжімес, бұл кісілер түсінеді бізді. Баймахан бұл жастау кісі. Жастау, қазір шаммен аман есен қазір. Содан жаңағы, мысалы біреулер сұрауы мүмкін. Ал Жәнібек пен Керейдің құжаты қайда? Қайда? Мөрлері қайда? Қазақ хандығын құрған екенсіңдер. Ол қалай оқиға, қалай болды деп. Біз ана кез келген нәрсені еуропалық өлшеммен қарай бермеуіміз керек. Далалық таным, далалық мемлекет құру, далалық билік жүйесі деген басқа. Оны сіздер заңгерлер болсаңыздар алып білуі мүмкін. Сонда мына халықаралық деңгейдегі осындай мәселеге қалай қарайды? Егер халық жиналып бір мемлекеттік құрдым құрамын деп жиналса, ол мемлекеттік құрудың бір үлкен жаңағы бір шешім екен. Ол кішкентай бас қосу бола ма, ол үлкен халық жинаған құрылтай бола ма, ол мемлекет құрудың басы. Яғни күн тәртібіне мемлекет құру туралы шешім қабылданып отыр. Екінші, сонда бір нәрсе құжатқа түссе, ол кейін қалдырамыз ба, бүгін ашамыз ба, жариялаймыз ба, ол құжат мемлекет құрудың басы. Сонда біз ана алаш автономиясы туралы қазір тарихшылардың арасында, біздің арамызда, әртүрлі гуманитарлардың арасында тұрған пікір, бұл жаңа үлкен заңдық тұрғыдан қараған кезде алаш автономиясы мемлекет құрудың басы екен. Мемлекет құру. Олардың қабылдаған құжаттары тұр, бүкіл газеттерде жарияланған, бұл құжат сол құжат болып есептелді. Ана жаңағы документ қайда, пәленбай деген қайда, міне шығып, мынандай Құранға немесе конституцияға қолын басып қойып, қайда ондай деп сұрап айта алмайсыз онда. Ол ана қазақтың бір тамаша сөзі бар. Аттың жалында, түйенің қомында дейді. Қиын нәрселерді. Уақыт жоқ оны отыратын. Деп отырып, біз қыса костюм шалбар киіп алып, қазір Дихан Қабдыбеков келеді, жиналыңдар деп айтатын уақыт жоқ ондай. Бітті, қазір бастаймыз, болды. Бірден не аламын. Оны біздің кей алаштың зиялылары айтады. Біз өте қиын дәуірде өмір сүріп жатырмыз дейді. Мен әдебиетке байланысты Алқа деген ұйымның бағдарламасын ұлттық қауіпсіздік архивінен тауып жариялағанмын. Сонда бар. Біз қазір өте қиын дәуірде тұрмыз. Біз алты қанат ақ үйде тұратын заман емес. Біз тұратын нәрсе қазір Абылайша дейді. Абылайша дегенді қазір Google-дан ашып қараңдар, Абылайша деген ағашты кетті, бір нәрсені жабады, ол тез тұратын, былайша айтқан кезде лашық сияқты үй. Жорық кезінде пайдаланатын үй. Біздің тұратынымыз қазір Абылайша дейді. Бұл өздері туралы мынандай өлшемді төмен қойып жатқан жоқ. Олар айтып отыр, біз қиын заман, біз бір мезгілде жоқ болып кетуіміз мүмкін. Өте қиын дәуірлер болып кетуі мүмкін. Біз сондықтан тез әрекет етуіміз керек. Енді біз әдетте ойлаймыз, Совет үкіметі немесе большевизм келді, 17-ші жылы орнады, арбай азамат соғысы болды, бұл деп кетті. Жоқ. Совет үкіметі жаңағы большевиктер келді, ешкім беріле қойған жоқ. Орнығуы 19 жылдардың ортасы аяқ жағына қарай. Толық орнығуы, орныға бастауы. Оған дейін бәрі текетірес. Алаш автономиясы өмір сүріп жатты, Семейге көшті. Түркістан автономиясы қуғындағы деген сияқты әртүрлі жағдайда өмір сүріп жатты. Бұл да тарих. Бұл әлемде де сондай тарих жүріп жатыр. Бізде де. Міне осы кезеңде мынау жас азамат, былай қарасаңыз, жас азаматтың шыққан уақыты 18-ші жылдың 31-ші шілдесі. Біз егер өзіміздің тарихымызға қарайтын болсақ, 18-ші жылы Совет үкіметі жаңағы большевиктер үкімет орнап қойды деп айтамыз. Жоқ, 18-ші жылы 31-ші шілдеде жас азамат деген газет, тұңғыш жастар газеті. Бұған дейін жас алаш деп айтады. Жас алаш 21-ші жылы ашылған газет. Мынау біздің Петропавлда, мына жерде. Петропавл бүкіл әлемге мақтанатын, Қызылжар мақтанса, міне бізде осындай газет шыққан. Ол газет нөмір 1 қазақтың жастарының газеті деп мақтануға үлкен мүмкіндігі бар газет. Бұл әрине идеяның бәрі омбыда жасалды, бірақ ол Петропавлға көшті. Неге? Себебі қиын кезеңде бізде қазақ даласында 21 ұйым болыпты жастардың. Ол Смағұл Садуақасұлының жастарға жаңа жол деген еңбегінде бар.
Ол ұйымдардың бәрі бүгінгі күннің бүгінгі таныммен параллель жүргізуге болады. Жастарды жинау, көзін ашу, жаңа өмірге бейімдеу, әлемдегі түрлі мықты мәдени үдерістерді игеру. О заманда пьеса деген жоқ, пьеса қояйық, кітаптар шығарайық, газетке материалдар дайындайық деген секілді осындай бір тамаша идеялар. Сол идеяларды ол біреу неде, Спасскіде, Спасск деген жер бар. Біреу Павлодарда, біреу Баянауылда. Қазақтың жері бойынша 21 ұйым. Ол тарихқа айналатын ұйымдар. Солар енді мына қиын революция басталды, қиын жағдайлар жүріп, текетірес жүріп жатыр. Сол кезеңде айтады, біз енді мына Абылайшаға үйіміз Абылайша болу керек деген секілді, біз енді жинақталып бір ұйым болуымыз керек. Алаш бар, Алаш үкіметі бар, Алаш партиясы бар. Біз енді бәріміз басымыз қосып бір ұйымға болайық, жинақталайық дейді. Сонда сол ұйымның аты Жас Азамат екен. Және Жас Азамат деген атты газет шығарады. Ол газеттің редакторы болып Қошқа Кемеңгерұлы, бірақ оның бүкіл идейны, қаражат тауып беруді Смағұл Сәдуақасұлы шешеді. Сол секілді бірнеше азаматтар бар. Олар қайдан шешті? Бұлар Смағұл Сәдуақасұлы 18-ші жылы Батыс Сібір кооперация ұйымына кіреді. Кооперация деген ұғым біз ешқашан өлмейтін ұғым. Бүгін де керек кооперация деген ұғым. Біз кооперация деген ұғымды қазір сәл қылымда, басқа жерде айтып көп айтамыз кооперация дегенді, ағылшынша айтамыз кооперация деген. Кооперация деген біз аграрлы елміз, мойындауымыз керек. Біз әлемде өзіміздің нәпақамызды тапсақ, әлемге біз көп брендіміз шығарылатын болсақ, ол тек ауыл шаруашылығына байланысты болады. Біз бүгін Қазақстанды мынандай бәрі біз былғармен қаптап тастауымыз керек. 100 рет қаптап тастауға жететін былғары бар. Біз сол былғарын апарып мусорға тастап жатырмыз. Ауылда оны ары қарай бір жерге тастап өртеп жатыр. Ол осыны Смағұлдар сол кезде айтады. Біз мынаның бәрі өндіріске айналу керек. Ол үшін қалай жасауымыз керек? Біз шикізатты апарып, шикізатты бірінші кезеңдегі өнімін жасап, шикізаттың, яғни теріні дұрыс жасау, басқанды, соны апарып қалалық жерлерге тапсыруымыз керек та, қаладан техника алуымыз керек. Сол заманға сай. Сол техниканы ауылдағы адамдарға беріп, олар сепаратор, анамно деген сияқты сәл өндіретін, ірімшік жасайтын нәрселер пайда болу керек. Содан кейін ол кең өндіріске айналады. Содан осы солтүстік өлкенің біраз жерін Смағұл аралайды. Омбыдағы, ол заманда да өзіне тән. Қазір сіздерге қызық айтайын. Мысалы қазір бір ғана Шымкент қаласында 20 завод болған. Қызық, ғасырдың басында. Халқының саны 10 мыңға да жетпейді, бірақ 20 заводы болған. Әрбір қалада сондай болған. Ол біз бір нәрсені айтып отырып, екінші нәрсені жамандамауымыз керек. Мысалы Ресей империясының ішінде өз дамуын ойлаған мықты азаматтар болған. Өндірісті дамытуды ойлаған. Енді қарасаңыз, шағын қалаларда өндіріс, май, тері илеу, басқа сондай сияқты майда заводтар болған. Содан ол қала содан өмір сүрген. Міне осы секілді Смағұл осыларға апарып, қаржы табып, сол қаржының негізінде мына Жас Азамат деген газет шығып тұр. Газет ол заманда да қиын, қазір де қиын газет шығару. Мен мысалы 11 газетті басқарам, қазір де қиын газет шығару. Оңай емес. Ол заманда мысалы айтайық, Қазақ газетін шығарған кезде Ахмет Байтұрсынұлы, Қазақ газетін шығару үшін шамамен ең бірінші жарна ретінде құйылуы 1500-2000 рубль керек екен сол заманда. Бірінші. Одан кейін барып қарғай байлар ақша тауып қосып отыру керек. Әйтпесе газет шықпай қалады. Ал енді сондай 1500-200 рубльмен, 2000 рубльмен шыққан газетті ішіндегі бір өткір мақаласы үшін штрафты 300 рубль салған. 300 рубль салу деген сөз, ол газет жабу деген сияқты нәрсе. Ал ары қарай 1-2 жылдан кейін қайтадан оларға тура 1500 рубль салған штраф. Яғни газет қанша ақшаға шықты, сонша ақшамен жабады. Ал содан қалай олар өмір сүріп кетті? Қалай шығарды газет? Оның да ақылын тапқан. Кім? Әлихан Бөкейхан Саратовта банкте істейді екен. Қазірде мына Самұрық, басқа секілді түрлі қаржылық ұйымдардың әлеуметтік түрлі жобалар болады. Қазақты білдірмей сол жобаларға кіргізген ғой. Ана мықтылығы. Содан бұл мәселе өте нәзік. Біз әдетте сұраймыз, қалай ол қайта жауап тастайды, ақшаны қайдан табады. Ол заманның да бай, қазіргі заманның бай сияқты. Бәрін сарт еткізіп бере салатын бай жоқ.
көп байлардың малдары өзімен өзі құрған, бірақ адам енді осы сияқты қазір біреуден бір нәрсе деп жақсы идея етсең, ойланайық, көрейік дейді ғой, сол сияқты ол өте күрделі нәрсе. Міне мынау газет Жас Азамат сол кезде шығады. Енді Жас Азамат бірінші нөмірінен бастап не айтады? Айтады, біз аға буын алаш жолын таңдады. Біз елдің бірлігі, өте қиын, тұманды кезеңде, жолымыз айқындалмаған кезеңде біз ағалардың жолымен жүруіміз керек. Біз өлсек бір шұқырдан, тірі болсақ бір төбеден табылайық. Өлсек шахид біз, тірі қалсақ ғазимыз дейді. Біз осы жолда, еліміздің бірлігі жолында, мына Қызылжарда шығарып айтып отырсың. Біз осындай дүниені, біздің ағаларымыз мынандай, біздің мына түрік дүниесінде, Татарстанда мынандай жүріп жатыр, Әзербайжанда мынандай жүріп жатыр, анау Түркістанда мынандай оқиғалар болады. Кәдімгі бүгінгі тілмен айтқанда аналитика жасайды, саяси аналитика жасайды. Осылай болу керек. Ресейде мынандай оқиғалар жүріп жатыр, Сібірде мынандай оқиғалар жүріп жатыр. Осының барлығы енді қызық айтайын. Мына барлықтарыңыз қазір танымал Мағжанның "Мен жастарға сенемін" деген өлеңі бар, көп біледі. "Мен жастарға сенемін". "Мен жастарға сенемін" өлеңі алғаш осы газетке басылған. "Мен жастарға сенемін". Содан ананың деңгейін көруге болады. Қандай газет болғандығын. Жастарды сендіру, жігерлендіру. Енді бұның енді барлық нөмірі жаңа 22 саны шыққан. Сол барлық нөмірінен де мен бұны алғаш сол 92 жылы бір кісінің архивінде сақталған жерінен. Бұл газет туралы мүлдем мағлұмат жоқ еді. Бұл газет бар, шыққан деп айтатын, бірақ арғы тарихын айтпайтын. Ешкім көрмеген, бізде бұрында совет кезінде сондай болатын. Ешкім көрмей айтып жамандай беретін. Айтып, жаман ба? Жаман дейді. Жаман адам дей береді, мүмкін жақсы адам шығар. Жаман деген сөз оқып қалған. Содан кейін бұны ешкім көрмегенде. Біздің ана аға буынды қарай, біреу ашып көрген, оқыған нәрсесі бар ма деп. Сөйтсе, бұрынғы мына архив деген қадетіңде тарихшы архивтің мықты нәрсесі, архивте барлық нәрсе тұрады, көп нәрсе тұрады. Сонда біреуге жазысып, біреудің фондынан шықты ғой. Сол 21 сан, 21-22 сан. Соның ішінде ананың бірінші нөмірінен алып төтеше жазылған арабша. Ананы оқыған кезде көзіңіз жанып кетеді ғой. Қандай мықты жалынды мықты азаматтар болған. Қандай елге берілген, елдің жағдайын ойлайтын. Бұл осыдан 100 жыл бұрын оқиға. 100 жыл бұрын Қазақстанның қандай мемлекет болуын өздерінше жоспарлайды, біз былай жасайық. Содан кейін айтады, Жас Азамат деген газет бір бөлек, енді Жас Азамат деген журнал шығарайық дейді. Ол журнал шығару үшін Смағұл жаңағы Центросибирдің басшыларына хат жазады. Біз жаңарған Ресейге қызмет еткіміз келеді. Жаңарған деген Сібірде білесіздер ғой, бірнеше үкімет құрып, бірнеше үкімет тұрған. Біз жаңа үкіметтікке құрғымыз келеді, солармен одақтас болғымыз келеді. Бізді қазақ бәленбай халық екенін білесіздер. Біз соған атсалысқымыз келеді, мәдениетті ұлт болғымыз келеді. Бізге түгелбай қаржы бөліңіздер журнал шығаруға. Жас Азамат деген журнал шығарғымыз келеді дейді. Аналар өзінің жаңағы бюросында қарап, жоқ, ондай қазір қаржымыз жоқ деп, оны былай ошылардың отклонить етеді, яғни кейін қарайық деген секілді. Бірақ бізге ең маңызды осындай идеяның болғандығы, шығарғысы келгендігі. Бұл өте маңызды нәрсе. Ал енді осының негізінде жаңа айттым, 21 ұйым болды, басы бірікті. Сол ұйым туралы Мұхтар Әуезов, сол Омбыда үлкен жиналыс өтеді, 18 жыл мамырда. Соған Мұхтар Әуезов қатысқан екен, сол жиналысқа. Сол туралы Мұхтар Әуезовтың бір 2 мақаласы бар, кейінгі жинақтарында жоқ. Бірақ сол мақалаларда Мұхтар Әуезов жастардың бір жерге біріккеніне, жаңа идеялардың көтерілетініне, тарих туралы, өткен туралы ұғымдардың түзелетініне, жастар аға жолына адал екендігіне соны жазады. Бұл өте маңызды. Енді Смағұл Садуақасұлы биыл 25 жыл деп отырмыз. Смағұл сол жас азамат идеясына адал болып қалды, өмірінің соңына дейін. Жаңа Қадекең айтқандай, шынында да ол кісінің өмірі өте күрделі жағдайда өтті. Бірақ күрделі өмірінің өзі біз үшін тағылымды. Мысал айтайық, бірінші 16 жасында Омбыға оқуға барады. Ол кезде қазақ балалардың түсетін оқуы, ол кезде бәрінде гимназиялық білім болмаған, университетке түсетін білім жоқ. Сондықтан да ең түсетін оқуны ауыл шаруашылығы училищесі екен. Омское сельскохозяйственное училище дейді, соған түседі. Сонда оқуға түсетін кезде, о заманда да, қазір сіздерге айтайын, о заманда да грант деген нәрсе жоқ. Өте сирек қана беріледі, стипендия дейді.
жаңағы бір губернатордың стипендиясы немесе басқа бір мекеменің стипендиясы бар, қалғанның бәрі ақылы оқиды о заманда. Енді оқуға түсіп, емтихан береді, сірә емтихан беріп жатқан кезде әлі ақша алмай, түсіп тұрған жерінде Смағұлға түсіп, бірақ ақша жоқ ары қарай оқу. Сөйтсе Смағұл Садуақас деген молданың баласы екен. Молда адамда рухани ғана білім бар, рухани дәріс береді, рухани халыққа көмек көрсетеді, бірақ материалдық дүние аз. Енді не істейді? Осыған ары қарай жасау үшін ойланады, не істейді деп. Сонда балалар бәрі осы өздеріңіз секілді балалар жиналған кезде көбісі байлардың балалары, солар айтады, әкелер бәленбай ақша беру, досымыз ғой, досымызға бәріміз жиған ақшамызды үнемдеп осының оқуына жинайық дейді. Смағұл сөйтіп оқуға түскен екен. Енді қызық болғанда 28 жылда байлардың айдалғандарын білесіздер, конфиска дейді, конфискация жасалынды. Сол кезде Смағұл, оның біреуі бір бөлген ақша, Ғаббас екеуі түскен. Ғаббас Тоғжанов деген екеуі, ол да белгілі бір әдебиетші, сол екеуі бір ауылдан. Анау бай Садуақас дейді екен, бұл мынаның Смағұлдың әкесін молда Садуақас дейді екен. Сонда анау бай Садуақасты солтүстіктің байларын анау батысқа айдады. Батыстың байларын солтүстікке айдады. Оңтүстікке айдады. Былай айдаған бәленбай. Бәрін жоқ қылып жүр. Сол жолда бәленбай адамдар қаза болды. Енді Смағұл 28 жылы сол анау Ақтөбе ма Оралдың ба бір жеріне айналған Ғаббастың әкесіне барады ғой іздеп. Содан анау іздеп барады. Өзінің баласы қатты коммунист болып кетеді. Ғаббас. Ғаббас өте былай қатты коммунист болып кетеді. Мен әкемнен бас тарттым дейді. Содан жаңа барып сөйлесіп тұрып, сонда маған Ғаббастың інісі айтты. Ғаббас Тоғжановтың інісі айтты. Оқап деген кісі екен, сол айтты. Сонда дейді, әкем сұрақты дейді, Смағұлдан. Смағұл, сен неге келдің? Сен өлтіреді ғой, сен қиын, саяси жағдайыңа қиын ғой деп. Сонда Смағұл айтты дейді. Мен кішкентай кезімде аштықта жеген құйқаның дәмі кетпейді деген сияқты, сол кезде сіздер маған көмектестіңіздер. Бір жағдайларыңызды білуге келдім. Көрдіңіздер ма? Адам бізде қоғамда қайырымдылық, мейірімділік деген кезде қандай жағдайда болса, көрдіңіз бе? Қиын жағдайдың өзінде басын оққа тіксе де барып, ана кісінің жағдайын біліп тұр. Саяси жағынан ол үлкен менсіз нәрсе егер бірақ Смағұлдың мықтылығы, адамшылығы, ерлігі. Ал енді сол Смағұл жаңағы өмірбаян тез былай айтып өтейін. Мынау оқуға түсті. Оқуға түскеннен кейін сірә ол өміздің тұрмыстық жағдайы тез есейді. Енді 16 жыл мен 18 жыл мынандай деңгейге жетті. 2 жыл. 2 жылда бұл қандай деңгейге жетеді? Енді екінші сол 18 жасында жазған казахская литература деген, киргизская литература деген бір очеркі бар. Ана очеркін бүгінгі ғылым докторлар жаза алмайды. Сондай деңгейдегі. Бүкіл әдебиеттің тарихына тамаша талдау жасаған. Әдебиеттің бағыттарына талдау жасаған. 18 жасар бала. Сонда біз енді әрине әртүрлі ойлаймыз ғой, кейде адамдар ол уақыт біз 1 жылдың өзінде, 2 жылдың өзінде бәленбай жылға уақытты қамтып кетеді деп ойладым мен. Адамның дамуы, адамның сұранысы, адамның меңгерем деген нәрсесі. 18 жыл үлкен жастардың қайраткері деңгейіне жетіп отыр. 2 жылда. Ал енді ары қарай енді 18 жылы білесіздер, оқиға бірте-бірте жаңа 18-19-да жаңағы большевизм жеңе бастады. Әлихан Бөкейхан жас азаматқа бір жиналысқа келеді омбыға, сонда айтады. Енді саясат белгілі болды дейді. Большевиктер жеңді. Енді бұрынғы саясатқа көрінбеген азаматтар мына жаңа өкімет жағына шығып қызмет етіңдер, ұлтқа қызмет етіңдер дейді. Смағұлдар енді жаңа өкіметке қарай келеді. Бірінші 20-шы жылы Ахмет Байтұрсынұлы коммунистік партияға өтті, большевиктік партияға өтті. Бұлар да большевиктік партияға өтеді. Мына өкіметте жүріп қызмет ету. Орынборға шақырылады, жастардың лидері болады. Ол кезде жаңағы біз бұрынғы ВЛКСМ дейдік қой, соның бастауларында. Содан кейін барып 21-ші ЦИК-тің қызметін өтеді. 22-23 жылы түрлі мынау экономикалық бағыттағы қазақ үкіметі ол кезде автономиялық үкіметтің қызметкері өтеді. 24-ші жылы мына оқиғадан кейін есептеңіздер, жаңағы 18 жылдан кейін мына жағында 6 жылда ол Госпланның председатель деңгейіне көтеріледі. Госплан деген бүгінгі экономика министрлігі, басқа да түрлі экономикалық бағыттағы жұмыс.
егер былай статустық жүйесінен алатын болсақ, Госплан бүгінгі вице-премьер деңгейіндегі, экономикалық блокқа жауап беретін вице-премьер деңгейіндегі нәрсе. Қалай өсу, тез меңгеру. Содан кейін барып 25-ші жылы, кешегі мына қазақ атымыз қалпына келтірген 25-ші жылы 5-ші үлкен жиында Қызылордада, Астана болатын кездегі Смағұл халық ағарту министрі болып тағайындалады. Ол халық ағарту министрі бүгінгі білім, жоғары білім, мәдениет, ақпарат, осы гуманитарлық бағыттағы немесе осы идеологиялық бағыттағы барлық саланы басқарады. Бұлдан 27-ші жылға дейін. 25-ші жылы күзде болу керек. Голощекин келеді. Күзде сентябрь. Голощекин келеді. Голощекин ол үлкен программамен келеді. Мына Қазақстанда ұлттық рухы бар азаматтар, кешегі Алаштың азаматтары әлі билікте, олардың ықпалы бар. Соның бәрін құрту керек, бәрін жою керек. Тақырдан шыққан адамдарды билікке шығару керек деп сөйтіп тапсырмамен келеді. Кешегі Николайды атқан үлкен сондай қарт большевик келіп, Смағұлдар бірінші күннен айқасады. Сіздің экономикалық көзқарастарыңыз дұрыс емес. Сіздің малый октябрь деген нәрсеңіз ешқандай қалай, біз қазақтарды өтті, біз осы бар күйінде қабылдаңыздар. Теке терес, әр жиналыс сайын теке терес. Сөйтіп 27-ші жылы Смағұлды қызметтен алады. Бірақ 27-ші жылға дейін Смағұл мына ол кезде еңбекші қазақ деп аталады. Соның бас редакторы, бір мезгілде министр, бір мезгілде мына газеттің бас редакторы. Бұнымен қоса қазіргі Ақиқат деген журнал бар. Ол кезде Қызыл Қазақстан болып шыққан. Соның да редакторы. Бұл ұғым нені білдіреді? Сол кездегі министрлер халыққа шығу үшін жаңағы ақпараттық билікте отыру керек. Осының бәрін алаштандырады. Алаштың зиялы Мағжанның өлеңдері, Мағжанның ойлары, әрине советтік жаңағы әлеуметтік теңдік айтылады, басқалар айтылады, бірақ ары қарай ұлттың мағынасында ұлттық ойларды, пікірлер айтылады. Бұл өте маңызды нәрсе. Смағұл 27-ші жылы қызметтен түсіріледі. 27-ші қызметтен түскеннен кейін бізде Смағұлдың үлкен әрине көп еңбегі бар. Соның 3-4-ін ғана айтайын, министр кезіндегі. Бір еңбегі театр ашу. Театр деген ұғым, ол жалпы кез келген елде театр олдың өркениетке жеткендігін көрсетеді. Бізде театралдар жоқ, артистер жоқ. Анау жәрмеңкеде, мына жәрмеңкеде жүрген халықтық адамдар бар, халықтан шыққан төлтума таланттар бар. Солардың бәрін басын қосып Қызылордаға 25-ші жылы. Соларға бәрі артист деген не, сахна деген не, оны қалай болу, соны бәрін үйретеді. Өз соларға әліппе сияқты кітап жазады. Сол бір еңбегі. Екінші, Қазақстанда жалпы университет керек еді. Оны Ахмет Байтұрсынов бірінші комиссар Ахмет Байтұрсынов болған, халық ағарту комиссары. Сол Ахмет Орынбордағы Құсайын медресесі болған. Кезінде Құдайберген Жұбанов, Хайреддин болғанбайлар оқыған. Сол медресенің базасында, соның ғимаратының негізінде қазақ университетін ашайық дейді. Ол кезде де университет ашу оңай емес. Сөйтіп бәрін келісіп тұрған кезде ол шешілмей қалады. Енді Қазақстанда ашайын десе, Қызылордадан да оқу мекеме жоқ. Сонда анау кезіндегі ерлер гимназиясы болған Ташкенттегі. Кейіннен барып Казинпрос болған. Ахмет Байтұрсынов 22-ші жылы Ташкентке барғанға сол жерде Ахмет Байтұрсыновның 50 жылдық аталып өткен. Сол ғимаратта қазақтың алғашқы университетін ашады. Кешегі 12 томдық Алашорда ісі келді ма сіздерге? Алашорда ісі деген 12 томдық қазір шықты. Алашорданың НКВД-дағы, ОГПУ-дағы ісі. Сондағы барлық жерде қазақ университет деп жазылған. Оның өз замандағы атау Казпедвуз. Бұлар педагогикалық оқу орны, жоғары оқу орны деп аталады, бірақ халық өз арасында қазақ университет деп айтады екен. Соны Ташкентте әйтеуір ашыла берсін, бола берсін деп Ташкентте ашады. 26-шы жылы өзі барып сол жерде баяндама жасайды. Баяндамасында былай деп айтады: қазақ халқы осыған дейінгі ең үлкен интеллигенті 3 адам еді. Шоқан, Абай, Ыбырай. Шоқан, Абай, Ыбырай бұл интеллигент, өз заманның интеллигенттері, бірақ бұлардың бәрі де империяның құрбаны болды. Бәрін тағдырын айтады. Кешегі Шоқан, үлкен деңгейдегі адам, өзінің қызмет етіп отырған әскери қызметінде халыққа қарсы екенін біліп, сол қызметтен бас тартып, Тезек Төренің ауылына келіп, трагедиялық түрде қайтыс болды. Өскен адамның өзі. Бұл ұлттың трагедиясы. Ол кезде кез келген адам Шоқанның орнында болса сол атқан баратын еді. Ыбырайды айтады:
кешегі үлкен өзінің достарының бәрі қазақ ұлтына қарсы қызмет жасап жүрген біліп, бұл соған өте риза болмай, соған трагедиялы түрде қайтыс болды. Абай дейді, кеулеп енген отаршылдыққа жаңағы соның көтере алмай, соның негізінде қайтыс болды. Енді өскен өнген адамдардың трагедиясы. Бұлар бір жерде бас қосып отыра алмады, пікірлесе алмады. Әрқайсысы қазір кейбіреулер жорамал айтады, мүмкін жолықты, мүмкін жолықпады. Үшеуі үш мықты, үш қылыбы орысшалап айтқанда бір-бірімен кездесе алмады. Ал енді осындай бәрі біздің енді жаңа интеллигенция, сондай трагедиямыздың жолын көре отырып, біз жаңа деңгейге көтерілуіміз керек. Жаңа бір интеллигенция шығу керек. Міне оны сендерсіңдер, ертең оқу бітіресіңдер, қазақтың болашағын сендер жасайсыңдар деп жақсы ойлар айтады. Осындай ойды ол 23 жылы жаңағы әлі үлкен министр болмаған кезінде Ахмет Байтұрсынның Свердлов сарайында Орынборда өткен 50 жылдық жиыны болады, сонда да айтады. 5 адамды үлгі етіп айтады. Біреуі жаңағы Кенесарыны айтады, қызық. Қазақстанның 5 тұлғасы сөйтіп санамалап келіп Ахмет Байтұрсыновқа шығады. Ол Әлихан Бөкейханды айта алмай кетіп отыр. Ахмет Байтұрсынның ар жағында өзінің қайнатасы тұр. Бұл Әлиханның күйеу баласы еді. Енді тағы да бір қызық тұрмыстық оқиғаларды айтайын. 20 ғасырдың басында біраз азаматтар осындай енді өмір ғой енді көпестердің қызынаған, анау кейін большевизм келген кезде соның біразы көпестердің қыздарын айналайын деп басынан сипап үйлеріне қайтарған. Біз енді жаңа заман басталып қалды, бізге енді қиын болады, өмір деген қиын, сіз өзіңіздің жолыңызды ұстаңыз, біз өліңіз. Кім? Смағұл 23 жылы үйленіп отыр. 23 жылы үйленіп отыр. Қиын кезеңде кімге үйленіп отырғанын біліп отыр. Өте күрделі болатын тарихының. Суреттер бар екеуінің, Смағұл мен Лиза дейді, Елизавета екеуінің суретінде былай деп жазып қойған. Лиза Смағұл деген, Лиза Смағұл деп жазылған, Лиза Лдан бастап мына жағында любовь идеал деп жазған. Сол бәрін бір әріптен шығарады. Сол сурет сақталып, сол суреттің арт жағындағы жазба жасалып қалған. Екеуі өте керемет өмір сүрген, бірақ қиын жағдайда. Смағұлдың тағдыры 33 жылы Москвадан бас темір жол ол барып, бізден қызметтен кеткеннен кейін Мәскеуде темір жол институты оқиды. Темір жол институтында үлкен қызметкерлер оқитын бір факультетін бітіреді. Сөйтіп кейін бітіргеннен кейін 32 жыл Москвадан бас темір жолын таңдайды, инженер ретінде. Неге оны таңдады десем, қазір біз таңдады деп ойласақ, сол Москвадан бас темір жолында Алаш Стелладан бірінші рет айдаған кезде бәрі сол жолдың бойында екен. Сол жолдан былай шығады, сол жолда барып хабарласып тұру үшін, солардың бір енді бәрі заман осылай кете береді деп ойламаған ғой бәрі. Әйтпесе Алаш Стеллаларына иммиграцияға кетіңіздер, мүмкіндіктер көп туғызылған. Содан бәрі қашқан. Неге біз сөзіміз адал, өзіміз адалмыз, неге біз қайда кетуіміз керек? Міне осындай, жаңа айттым ғой, тарихқа түрлі күрделі мәселелер бар. Қазір ойлаймыз, мүмкін бәлкім олар кетіп қалғанда дұрыс болар ма еді деп. Ал енді 90 жасаған қарттан сұрапты ғой, ақсақал өміріңіз қандай болды, ұзақ ғұмыр сүрдіңіз ғой деп. Сонда 90-дағы қария айтыпты, өмірім 5 күндік өмір ғой деп, 5 күн жалған. Сонда 90 жасасаңыз да 5 күн, Смағұлдай 33 жасаған азаматқа да 5 күн. Мәселе соның мазмұны қандай. Біз енді өмір деген өте күрделі, сіздер әлі сондай бір мағынасын білдіретін бір жастарға келесіздер. Сонда Смағұл өзінің аз ғұмыр сүретінінде қандаймен аяқталатынын да бәлкім сезіп отыр. Сонда Смағұлға бір апат ұйымдастырылып Кремль ауруханасында жатады. Кейін біреу хат жазысқан хаттарда қалып қойған екен, біз содан шығардық. Смағұл дейді, қап-қара болып кеткен дейді. Содан Смағұлдың да жаулары бар. Қап-қара болып өткен, больницаның кереуетінде жатыр екен, көздің бәрі кеткен. Содан кіріп барып, содан сұрадық дейді. Смағұл көңілін сұрады дейді жаңағы. Жаңа кісі бірін-бірімен саяси текетіресте жүрген адам айтады. Смағұл жағдайын қалай деп сұрады дейді. Сонда Смағұл айтты дейді, төсектің үстінде көз көрмеген қап-қара болып кеткен. Мені жаңағы уландырғаннан кейін айтты дейді, сендер менің өлімімді тілеп едіңдер ғой. Жіберіңдер похорондарыңды деп айтты. Көз түрі. Содан қарап өлімнен қорықпаған адам екендігін көруге болады. Яғни тағдырың немен шешілетінін. Бірақ біз Кенесары туралы айтамыз. Кенесары
50-ге де толмаған ғой, білесіздер. Кенесары 50-ге де толмаған. Жаңағы айтып отырған Алтынсарин 48-ақ жасаған. Суретінде қарап, сақалына қарап үлкен бір ақсақал деп ойлайды. 48-ақ жасаған. Бірақ қазаққа беріп кеткені, қазаққа жасаған мысалы Кенесарының ерліктері. Ол Кенесарымен бірге қасында Науан Қазірет, кешіріңіз, Науан деген інісі болды ғой, Наурызбай. Наурызбай екеуін мына қырғыздар ұстап, тағдыр енді күрделі, сол ұстап ас қояды екен. Ас қойып, жаңа таңда ас қояды, енді бәрі төренің адамдар сұлтанның ұрпағы екенін біледі. Сонда Кенесары асты ішпейді екен. Мен ас ішпеймін деп. Сонда кім айтады дейді, Кене. Наурызбай айтады дейді. Кенеке ішіп алайық та. Оның ойында өлім туралы нәрсе жоқ дейді. Өлтіреді туралы нәрсе. Әйтпесем, ол Науанның қашып кетуіне де мүмкіндік жасалған. Жоқ, ағамды құтқарам деп қайтып барды дейді, қайтып барып ұсталды дейді. Сонда ешқандай өлім деген бір мен сіздерге былай үлгеретін емес, бір тарихи әрі рухани тұрғыдан бір түсіндіргім келіп отыр. Мынау әркім сірә өзінің сондай болашағы мен өмірге не үшін қандай келген миссиясын біледі ау деймін, мықты адамдар. Сонда оларға өмір, өлім деген нәрсе екеуінің арасындағы үдеріс, процесс жоқ болып кетеді. Мәңгілік екенін түсінеді. Міне Смағұлдың өмірі осындай деп түсінеміз. Енді Қабекең жаңа дұрыс айтып отыр, біз 2011 жылы осында алып келіп, Астанада ескі қорында жатыр, алып келдік. Себебі ол неге алып келдік? Ол өлтірілгеннен кейін оның денесінің күлі Мәскеудегі Дон зиратханасындағы крематорийдің қабырғасына қойылды. Крематорий деген кісіні өртейтін жер. Сөйтсе ол крематорий қызық, қашан соғылды деп тарихын зерттесек, Лениннің указымен соғылған екен. 17 жыл басталған крематорий соғылды. 27 жыл бітірген. Енді сұрақ туады, ол неге соғып жатыр? Әрине, идеялық жаулардан құтылу үшін. Оларды әрқайсысына мола салып беретін жағдай жоқ. Бәрін отқа салып өртеп жіберу керек. Сол Дон зиратханасында 3 шұқыр тұр. 3 шұқырға кәдімгі өртегенде күрекпен салып бәрін өртей берген. Бір жерде Әлихандардың сүйегінің күлі жатыр деген жер бар. Сол жерде шыпырлаған белгілер қойылған. Ол жерде кәрістерде жатыр, басқаларда жатыр. Қайтсын енді, осы мына шұқыр. Анау 3 шұқыр бар, 3 шұқырға тастай берген. Үлкен котлован салған ба екен, төмен қарай қазған ба. Ал Смағұлдар жаңағы жаппай репрессияға дейін 33 жыл қайтқаннан кейін оны апарып бірінші алғашқы қабырға қойылған. Ал енді ол қабырға 92 жылы бұл зиратхана православ шіркеуіне берілген. Смағұлдың қасына алып келіп, шіркеудің элементтерін қоя бастаған, атрибуттарын қоя бастаған. Сол кезде мәселе көтердік. Бұны апарып жер қойына берейік, сол Мәскеудегі. Сол жердегі зиратханаға қояйық деп. Сол мәселе созылып, осында Сабыр Қасымов деген мықты ағаларымыз бар. Өзі Түменнің қазағы, заңгер. Сол кезде ол кісі президенттің парламенттегі өкілдігінде жұмыс жасады. Желтоқсанға байланысты үлкен ақтау жұмыстарының басы қасында жүрген. Кешегі президент Қасым-Жомарт Кемелов-Тоқаевтың құрған саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі комиссияның офисінің басшысы болды. Сол кісі Собянин солар таниды екен, бұл мәселені шешіп көрейік деп біраз жасап, олардан да алып шығу үшін оны тіке туысқан болу керек, онда тіке туысқан жоқ. Смағұлдың 4 атаға шейін бәрін қырып жіберген. Мен соның жақын туысқаным деген доверенностьті алып, сол доверенностьті барып шешудің мәселесін шешті. Кейіннен барып, ол доверенностьті маған берді, генеральный доверенность мен сөйтіп, біз барып Мәскеуде соны алып келіп, осы жерде бәрі Қадекең бар, Қадекеңнің біраз бауырлары бар, Сапар бар, басқа да үлкен ағаларымыз бар. Сол кісілер бәрі осындағы Астананың зиялылары бар, үлкен деңгейде, етік деңгейде. Неге өрге қойдық? Кенесарының сарбаздар жатыр. Кенесар өзі өмірінде Кенесар туралы көп материалдар жазған, бірнеше мақала жазған. Кенесарының ерлігін жаңа айтып отырмын ғой, Кенесарын үлкен деңгейде көтерген. Міне осындай сол заманмен бірге ой деп қойып, басында көп емес, осы жерден 1,5 километр жерде ары бері өткенде бет сипайсыздар, барып көрсеңіздер болады. Тарихшыларыңыз барып көріңіздер. Кенесары ол Европада да үлкен мәдениет. Біздің тарихымызда болған тұлғаларға деп міне басына барып тәу ету, зиярат ету деген нәрсе үлкен мәдениет.
бір демалыс кездеріңізде немесе бір кезде барып көрген дұрыс болады. Себебі мына қалада кімдер жатыр? Мен жаңа айтқан әңгіме, мен бір ұшқыны бір 0,00001% ғана айттым. Сондай үлкен деңгейдегі адамдар бізде болғандығын мен бүгін сіздердің 30 жылдықтарыңызға айтқым келді. Себебі 30 жылдық бұл Астанадағы жаңа жоба еді, Евразия гуманитарлық институты. Ол жобаның ар жағында Смағұлдардың жаңа білім министрі болған кезіндегі жоғары оқу құрамыз деген ой тұр. Сол ойдың жалғасы Евразиялық институты ең алғашқы құрылған жоғары оқу орнынан міне Евразия университетінің ішінде құрылған Евразия гуманитарлық институты. Бұл бәрі де халық ағасын, халықтың көзі ашылсын, тарихты білсін, біздің жаңа өмірімізге біз дұрыс жолмен жүрейік деген үлкен бір ілтипат ниет. Сол ниетпен сіздерді құттықтаймын. 30 жылдан ары қарай сіздерге үлкен жақсы жаңалықтар болады. Болашақта үлкен деңгейге көтеріледі. Ол үшін әрине көп еңбек керек. Біз тарихымызды білуіміз керек, тағдырымызды дұрыс траекториясын сыз болуымыз керек. Сонда дұрыс болады ғой деп ойлаймын. Мен енді сөзімді қорытындылай келе, мынау жақында Шоқан Әлиханов атындағы тарих және этнология институтымен бірігіп, государственная общественная научная филологическая деятельность Смағұл Садуақас деген сборник документов деген жинақ шыққан. Бұда Смағұлдың көп еңбектері бар. Смағұлдың қайтқаннан кейін Смағұлға ұрпағына жасаған, Тұрар Рысқұловтардың жасаған, басқа да қайраткерлердің жасаған еңбектерді архивте тұр. Соның бәрі де осы жинақты мен Қадыр Әбілжанұлы арқылы сіздердің кітапханаларыңызға бергім келеді. Мені ана тілінде істетті, қазір ана тіл деген бізге бағынады. Жылдың басында президент бізге сұхбат берді. Мақсатым экономиканы және егемендікті нығайту. Мен егемендікті нығайту деген сөзді астын сызғым келеді. Егемендікті нығайту біздің күнме-күн қажет. Бәрімізге, отбасыда, тек жұмыста ғана емес, отбасыда, істе де біз ана үлкен ұрандарды айтпай-ақ өзімізге жауапты болуымыз керек. Өзімізге, отбасымызға жауапты болсақ, бәрі өз-өзімен шешіледі. Әркім өз-өзінің отбасына жауап болсыншы, сонда бәрі дұрыс болса. Мынау осы арнайы шығарған номер еді, қандай осында сіздерде болсын. Енді мынау келеді сіздерге, бірақ дегенмен бүгінгі сіп-свежий, өте жаңа номер. Екі бас газетті, Смағұл басқарған газетті сіздерге. Кітапты сыйлап отқан сияқты боласың ба? Бұл болса, суретпен сұрау болса. Бар? Ол енді құрметті студенттер, әріптестер, сұрақтарыңыз болса, Илхан Қабылбекұлына. Илхан Қабылбекұлы күнде қолдағы сөз беретін адам емес. Сондықтан бүгін алтын уақытын бөліп бізге келіп отыр. Сұрақтарыңыз болса, ойда жүрген пікірлеріңіз болса. Қазіргі таңдағы жас азамат және жас азамат ұйымындағы Смағұл Садуақасұлының ұлтжандылық идеяларының өзектілігі бар ма? Әрине өзектілігі бар деп ойлаймын. Мысалы, бірінші ұйымның тарихы, жолының өзі өзекті. Біз қаншама ұйымдар құрып жатырмыз. Мен кеше Евразия ұлттық университетінде 15 жылдай проректор болғам. Осы жастар үшін мен куратор болдым сол жақта. Көп жастардан сұрасам, жаңағы кезде Нұр Отан еді ғой, Нұр Отан жастар қанат деген сияқты. Әйтеуір бір ұйымдар құра береді. Мен айтамын, құрып атқан ұйымдардың мағынасы бар ма? Әйтеуір аталып, онда кезеңнен өттік біз, қателесетін кезеңнен өттік, раурадан өттік. Бұл бұрынғы кезіміз болып қалсын. Сендер қазір показ оқумен өмір сүрмеңдер. Ол құрған ұйымның бір мағынасы болу керек. Айтамын, неге жас отанға кіргізіп бара жатсың? Сол кезде жасадым. Мен өскім келеді адамда. Ал өсудің де бір мағынасы болу керек. Формально өсудің деген қажет емес. Сол сияқты олар неге жоспарын қалай құрды? Мысалы, бүгінгі қоғамда қандай мәселе актуальды? Ұйымдар соған сай құрылу керек. Не мәселе актуальды? Содан кейін барып, жалпы билікпен, қазір мен жерде университетте басшылық, басқа сұхбаттастықта қызмет жасау керек. Сұхбаттастықта. Мысалы, бүкіл түркі дүниесін 20 миллионды оятқан адам Исмаил Гаспрал деген қырым татар. Исмаил Каспийский деген кісі. Сол Ресей империясында бүкіл биліктермен жаңағы диалогтар жұмыс жасап, қаншама дүниені атқарған. Қаншама газет, журнал шығарды, қаншама кітап шығарды. Біздің ғана емес, бүкіл осы түрік дүниесіндегі өзбектің де, ананың да бәрі алаш зиялыларын оятып кетті.
Мұхамеджан сериалын айтты, біз бір өлі денедік, бізді оятқан, бізді тірілткен Исмаил Ғасыпаралы деді. Біздің мына зиялылар сол Каспийскийдің мына иығында тұр. Ай сондай компромиске бармаса, сондай диалогқа бармаса, ол жұмыс жүрмесе. Кез келген кезеңде адам тіл табысу керек. Сондықтан біздің бірінші ұйымның актуальдылығы жас азамат не екендігін анықтағанымызда бір ұйым сіздер сонымен ол міндет емес, Евразийскийде оқу, МГУ-да оқу, немесе Гарвардта оқу міндет емес. Оқитын адамдар оқи береді, бірақ тура осы саяси мәселеде сіздер ұлтқа не жасай аламыз деген кезде соның ішкі нәрсесін келтіріп алсаңдар, үлкен біріншіден кейін ертең біздің жасымызға да келесіздер, мен енді 60-қа тақымдап отырғанмын, ол кісілер сәл 60-тан асқан кісілер. Сол жасқа келген кезде, мен осы арт жағына қарап, мен осы деген кезде өздеріңіз рахаттанып айтасыздар. Мен өзі дұрыс жасадым, мен дұрыс құрдым, айтпасам мен айтасыздар. Жылтың етіп, Нұр Отанда жүрдім, Показухамен ана жерде жүрдім, қайда қайсысы жақсы? Салыстырыңыздар. Мен сол тұрғыдан актуальды. Ал тағы да сұрақтар. Маған бір сұрақ жазып жүрді. Апай сұранышы дейді, Смағұл Сәдуақасұлының күлі қандай ыдысқа салынған екен, қандай ыдыспен әкелінген екен? Адамның күлі, бұл өте біз ана көріп соғысқа қатысқаннан кейін былай айтып отырғанға оңай, бірақ өте қиын нәрсе. Ойлауда, адамның күлі деген нәрсені ойлауда, оны лайықты жер қойына беру дегенді ойлауда өте қиын. Содан кейін бұл қазір енді неше түрлі деректер бар ғой, Google, о заманда Google деген жоқ қой енді. Бірақ деректі өзіңіз деп адамдардан сұрап, егер бұлай болмаса қалай болады? Мынандай жаса, план А, план Б деген сияқты соның бәрін құрдық, қадекеңдер басқа азаматтармен ақылдастық деген сияқты. Ол күлі адамның күлі мынандай болады екен. Бір уыстан сәл көп. Екі уыстан мысалы адам күл. Ол бір капсулаға салынған. Темір капсулаға салынған. Содан кейін бар, ол капсуланың сыртына гранит жасалынған. Граниттің сыртына Смағұлдың суреті жазылып, өмір жазылған. Оны жасатқан Елизавета жаңағы Әлиханның қызы жасатқан екен. Енді біз ойладық, адамның қазақта топырақтан жер алдың, топыраққа айналдың деген сөз бар. Адам топырақтан жер алды, топыраққа айналады, кетеді деген сияқты. Біз енді оны ойладық, бұл қалай жасалу керек, қалай болу керек. Енді біріншіден ана сыртындағы нәрсе бір сондай қатты немес, оның құрамы топыраққа айналып кететін нәрсе екен. Біз одан ашайық па деп ойладық. Ашып, бір күлді былай салып, дәкеге салып түйіп қояқ па деп. Содан жаңағы басқа адамдармен, осы генетиктермен, басқалармен ол мынау егер темірдің топыраққа түссе, мынаның бір 10 жылға жетпей бұл топыраққа айналып кететін нәрсе деді. Ыдырап кетеді деді. Сондықтан біз сонымен соны дәкеге орап, жақсы материал орап, сөйтіп соған салып жерге бердік. Бірақ ислам құндылықтарымен де бәрімізді өлім мен өмірдің ортасында екі күнмен олып өліп жүретін адамдар көреміз ғой, бәрімізде. Сол жағымен де ақылдасқан кезде жалпы түрлі жағдайлар болады, соғыс жағдайлар болады. Соғыс жағдайында мысалы Байзақ Датқа дегеннің екі ақ саусағы қалған. Қалған денесін бәрі пушкамен жарып жіберген. Сол екі саусағының өзін кәдімгі адамды жерлегендей жерлеген. Біз де сол Смағұлды жерлеген кезде адамды жерлейтіндей қылып жерледік. Тура осы жақта, осы солтүстікте қандай дәстүрмен жасайды, қандай қазақ, солай жасап, солай қойып, адамға кең жату керек, сол бәрін есептеп солай қойдық. Сол қойды, сол бізде дәстүрді сақтаттық, солай деп есептейді. Жас азамат газетінің сол кездегі басқа басылымдардан айырмашылығы, артықшылығы неде? Енді мен жас азаматтың артықшылығын, жастардың идеясын сол замандағы жаңа бірлік дедік қой, бәрі бір қосылғаннан кейін сол бірлікті насихаттағандығында деп есептеймін. Екінші, біз Алаштың тынысымыз деп айтты. Біз бір кезде салыстыру үшін еді, коммунистік партияның тынысы комсомол болды ғой. Сол сияқты біз солардың ісін алға жалғастырып кетуіміз керек. Және олардың қиын күндердің бар екенін білді. Жаңағы туралы көп айтады. Ана жерде мынаны баулап алды, мына жерде мынаны өлтіріп жатыр деген сөздер факті береді. Соған қарағанда сол қиындықтардың да
жақындап қалған сезген сияқты. Ал тұтастай алғанда ол да өз заманының айнасы. Біз қазір не жазып жатырмыз? Мына бүгін кешегі ассамблея болды, мынау болып деген сияқты өз заманда не болып жатыр, соны хабарлап отыр. Газет. Мысалы былай болған. Мұстафа Шоқай Еуропада жүрген кезде қазақ туралы, қазақтың экономикасы туралы мақалалар жаза бастаған. Содан кейін барады да, Мұстафа бұл қаяқтан алып жатыр бұны деп бір жазғыра бастаған, ұстай бастаған. Бұны еңбек қазақ кім жіберіп отыр, ана жерде кім айтып отыр деп. Олар қарапайым ғана нәрсені түсінбеген. Газет деген айна, мынаған қарап отырып неше түрлі қорытынды жасай беруге болады. Адамның көзқарасын, пікірін, деңгейін біле білуге болады. Айна деген сол. Газет деген нәрсе өлмейді. Біздің мынау дүниедегі жазылған нәрселердің көбі уақытша, газет, кітап деген нәрсе тұр. Біз айтып отқан нәрсе қараңызшы, арада қанша жыл өтті мен айтып отырмын. Мына Қадекең бәріміз Еуразия университетінің бір Аманғали Құсайынұлы басқарған кезеңін қалпына келтірейік дедік. Деректерді. Енді сол кездегі біз ойлап отчеттарда, басқаларда тұратын шығарды. Содан сол кезде Аманғали Құсайынұлы Еуразия университеті дейтін газет шығарып мынандай, Молодежка. Сода тұр тарих. Содан қалпына келтірдік. Қай кезде Лукашенко келді, немесе қай күні жаңағы бір жиналыс болды, қай күні бір конференция болды деген сияқты. Сонда газеттің өлмейтіндігі, айна екендігін сол көрсетеді. Мен бір жағынан газетке жарнама да жасап отырмын. Газетті мен қайта көзімде отыр. Себебі мен айтамын, қазір мен де мақаламды осыдан 10 жыл мақаламды іздеймін, электронды нұсқа жоқ. Себебі оны жинайтында сервер анамда Қазақстанда немесе әлі өте қиын. Біз бір ұйымдарға тапсырыс береміз, олар келеді жақсы архивер сертификат. Ең соңында табылмай қаласың. Сонда Қазақстанда қазір газет екі ақ жерде сақталады. Біреуі Алматыдағы бұрынғы Пушкин қазір ұлттық кітапханада, қазіргі кітап палатасында сақталады. Бұрында ол Мәскеуде жаңағы Ленин кітапханасында сақталған, Химки деген жерде, екінші революцияға дейін келдер недегі Петербургтағы Фонтанка деген жердегі бір неде сақталады. Бір кітапқа қазір ол Олег Дундич деймін, сол көше қаланың сыртына шығарылған, бірақ революцияға дейінгі кітап газеттер тұр. Сол газетке қарап тарих шығып жатыр. Тағы да сұрақтарыңыз? Мұстафа Шоқай деп айтып қалдыңыздар ғой. Мұстафа Шоқай Германияда Берлин жерленген. Германия өзі 150 мың километр квадрат құрайтын мемлекет. Қазақстан 2 миллион 700 құрайды. Ол жерде мысалы сол 150 мыңда 86 миллион халық жаздан тұрады екен. Бір деректерде бір кезде де жаңалықтарда да шығып жатты ғой, интернетте ақпарат көздері болды. Сол зиратты көшіру туралы мәселе болып жатыр екен дейді. Сол Мұстафа Шоқайды әкелу тарихи отанына осы оқиға Смағұлдан кейін көп адамдар маған шығып осындай нені айта бастады. Содан кейін мен бірден айттым, мен сүйек жинап жүретін адам. Ол адам бір ана бастан өту керек адам. Ана біраз жүргеніміз таусылады, біраз қиындықтарға жол. Ақсақалдар келді, киікінің кембері. Атамыздың сүйегін алып көрейік. Басқа жұмыстарым бар аға, сүйек білді. Енді сол маңайдың ар жақ бер жағында бір пікір жазып едім мына Шоқайға байланысты. Шоқай бізге сүйегін емес, ісім мен еңбегін аманаттады. Оның мағынасы мынандай. Шоқай мұсылман зиратында жатыр. Түріктердің меншігіндегі зиратта жатыр. Қазір де сол мәселе көтеріліп қалған кезде мен айтамын. Кешіріңіздер, мына жердегі зират көшіп кетуі мүмкін, Германиядағы зират тұрады. Әлем тұрғанша, неміс тұрғанша, немістің нақтылығы тұрғанша тұрады. Себебі ол бір елдің меншігі. Сол меншігінің ішінде тұр. Оны көшіріп алып келем деген адамдар сәл былай саясиға, бір жарнамаға, сондайға не болса, мен айтамын, Смағұл жағдай мүлдем басқа ғой дедім. Смағұл жағдай басқа дінде жатыр, біз сөрге Москваға қойғымыз келді. Ақыр көтергеннен кейін елге алып келді. Бұл басқа әңгіме, екеуі екі басқа. Мына дәстүрге қызмет ету ғой деп. Сондықтан Смағұл кімнікі, Мұстафа Шоқайдікін көшпейді. Және оны Мұстафаның көп Түркияда қазақтары бар, Әбдуахап Қара деген секілді кісілер олар шамаша пікір айтты. Бұл өте қиын болады. Себебі Мұстафаның бұралаң жолы қазақтың саяси дамуындағы бұралаң жолын көрсетіп Еуропада жатыр. Бүгін сендер ертең арғы күндері қаншама адам Еуропаға барады, барысына тәу етеді.
ол да бір жақсы нәрсе. Ол да бір біздің тарихымыздың бір кезеңін көрсетіп жатады. Сондықтан біз ол нәрседе однозначно дейміз, бірыңғай пікірде болуымыз керек. Біз дәстүр сақтаймыз, ол мұсылманның зиратында жатыр. Және ол бауырлық, және ол зираттың атын қандай екенін қарасаңыздар. Шәйіттер зират деп аталады. Смағұл шәйіт кеткен. Біз мұсылманда енді анау қазіргі бір саяси кейбір нәрсемен онымен шатастырмау керек. Қазір анау Сирия, Мириядағы бір нәрселер болып жатқан бір. Біздің таза дәстүрдегі ұғымдағы нәрсе. Яғни өмірін арнап солай жасады. Біздің бостандығымызға азамат әлемнің бостандық пен теңдік жолындағы өмірге арнаған ғұмыр. Сол жағынан Мұстафаның қазір 12 том шықты, оқысаңыздар таңғаласыздар. Мұстафа әлемі деген енді Мұстафа да өз бетімен күресіп, ол кезде әлі біріккен ұлттар ұйымы құрылмаған ғой, лига құрылған ғой, лига нация деген. Соған барып, соның адамдарымен сөйлесіп, қалай мен Түркістанды азат етемін деп күресіп жүр. Үлкен ерлік. Жақсы. Ал жақсы онда. Ал енді құрметті студенттер, әріптестер, бүгін Ихан Қамзабекұлы өзінің нағыз лектор екенін, ғалым екендігін өзі осы жерде дәлелдеді деп ойлаймын. Өзі де айтады, мен алдымен осы ғалым, лектор, оқытушы, жоғары мектеппен тығыз байланыстамын дейді. Бұл байланысын әлі үзген жоқ. Сондықтан рахмет сізге. Осындай үлкен тағылымды лекция болды. Осы жердегі отырған жастар, студенттер, әріптестер біраз дүниеге өздерінің көзқарасында өзіне үлкен ерекше сондай бір мәліметтер қабылдады деп ойлаймын. Бұл үлкен әңгіме шынды айтқанда. Ал енді мынау қазақ газеті бүкіл осы Қазақстанның осы кезеңдегі бүкіл тарихы осы газеттерді дейсіз, дұрыс айтасыз. Соны басқарып отырсыз. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Әрқашанда біздің тарапымыздан қолдау, әрқашанда осы бас газеттеріміз міне 3 газет тұр ғой мінекей. Ана тілінен бастап, егемен, Қазақстанский правда, негізгі дүниелердің барлығы осы жерде шығып отыр. Мен енді мақтаған дүние емес. Шын айтқанда қазіргі егемен мен Казахстанский правдада басқа газеттерде мазмұн жағы әркелкі. Көп нәрсе айтылады. Ең соңғы бетте мысалы егеменнің соңғы бетін қарасаңыздар, көп пайдалы дүниелер бар бұл жерде. Күлкі де бар, сосын адам білмейтін еш түрлі мәліметтер беріледі. Дүние жүзінде болып жатқан дүниелердің. Сондықтан енді тағы да рахмет айтамыз. Жұмысыңыз жемісті болсын. Шәкірттеріңіз көп, ажырай молая берсін. Амандық, саулық, жақсы нәтижелер тілейміз.